Не істеп жатырсыз? Ұршық үйіріп отырмын, қызым. Ұршық дегеніміз не? Ұршық дегеніміз, қызым, қазақтың ұлттық қолөнерінің бірі. Осы ұршықты, қызым, жіп үйіруге көбіне қолданады, иә? Ең алдымен, қызым, қарашы міне жүндерді. Жүн бұл біздің төрт түлік малымыздан алынады, иә? Әсіресе қойдан, яғни қойдың жүнінен алынады. Енді, қызым, қара. Бірінші жүнді не істейді? Жуып алады, иә? Содан кейін барып кептіріп, қызым, қара, осылай түтеді, міне, көріп тұрсың ба? Міне, қоқымдарын, ластықтарын алғаннан кейін барып, қызым, жүнді шүйкелейді, қара. Шүйкелегенде, қызым, міне, саған көрсетейін, иә? Бұрайды, міне, иә? Содан кейін барып, міне, осылай бүктейді. Сосын мына саусағымызға кіргіземіз, иә? Осыны, қызым, жіпті шүйкелейді деп айтады, иә? Содан кейін барып, міне, қызым, осы жіпті мына ұршықтың көмегімен иіреміз. Қарашы, қызым, киіз үйде әдемі киізден жасалған бұйымдар бар, иә? Осы киізден жасалған бұйымдарды, қызым, жасамас бұрын не істейді? Жіпті иіріп аламыз, иә? Енді, қызым, қара, алашадағы әр түрлі түсті оюларды көп тұрмыз ба? Шашақты, иә? Міне, басқұрларды, бауларды көп тұрсың ғой, қызым, иә? Ұнады ма саған? Оны, қызым, қара, жүнді түрлі түсті қылып бояп алады екен, иә? Көп тұрмыз ба, міне? Көп тұрсың ғой, иә? Әр түрлі түсті ою өрнектер бар. Осы ою өрнектерді шығару үшін біз, қызым, жүнді не істейміз? Бояп аламыз, иә? Бояп алады екенбіз. Тағы не білгің келеді, қызым? Тағы не білгің келеді? Көресің ба? Ұршық үйіріп кел. Қара, қызым, ұршықтың, міне, балам, ілмегі болады, басы болады, және сабаны болады. Міне, көріп тұрсың ғой, иә? Міне, екеуміз бірге қолданып көрейік, иә? Иә. Дұрыс айтасың, қызым. Бұл жүндерден байпақ тігуге болады, иә? Қыстыгүні жаурамау үшін қолымызға әдемі қолғап жасауға болады, иә? Сосын, қызым, шәлі орауға жасауға болады екен. Көріп тұрсың ба, міне, киіз үйдің үшін қандай керемет. Осы қол жұмыстарының барлығы, қызым, көптеген еңбекпен келеді екен, иә? Оны, міне, жүннен жасайды. Қызым, қарашы, міне, текеметті, міне, киізімізді көріп тұрмыз ба? Осының барлығы, қызым, біріншіден еңбектің арқасы, және осы жүннен жасалатын бұйымдар екен. Ұнады ма саған ұршық, қызым? Иә. Жүннен әр түрлі жасауға болады екен, иә, бұйымдар? Саған не жасап берейін? Қолғап. Қолғап, дұрыс айтасың, қызым, жарайсың, өркен өссін.